1949 жылғы 29 тамызда туп-тура таңғы сағат 7-де көз ілеспес жылдамдықпен ұлғайып бара жатқан отты доп кенеттен жер денесіне қадалып, оны шарпып өтіп аспанға көтерілген. Отты шардан соң сұрапыл қуатпен көз қарастырар сәуле бас айналдырып жібергенде, бір сәтте жер қабығының ыстық күлі мен иісі көкке көтерілген. Бұл КСРО-да тұңғыш атом бомбасының жарылуы еді. Семей ядролық полигоны 1947 жылдың 21 тамызында құрылды. Атом бомбасының алғашқы сынағы жаңа айтқанымыздай 1949 жылы 29 тамызда өтті. 40 жылдың ішінде жалпы аумағы 18,5 мың шаршы метрді құрайтын алаңда 456 жарылыс жасалды. Полигондағы барлық жарылыстардың қуаты Хиросимаға тасталған бомбаның күшінен 2,5 мың есе күшті болған. 1949 жылдан 1963 жылға дейін жер бетінде жасалған сынақтардың зардабы қатты болған рас. Бұл аймақтағы аурулардың есеп-қисабы 1990 жылға дейін мұқият жасырылып келді. Облыста онкологиялық, жүрек-қан тамыры жүйке және психикалық аурулар саны күрт өсті. КСРО-ның ыдырауы нәтижесінде Қазақстан толық әскери ядролық циклды, ядролық қаруды сынау, жаңғырту және өндіру циклін жүзеге асыру мүмкіндігін алды. Сол ядролық сынақ полигондарының бірі Семей полигоны Кеңес одағының аса маңызды стратегиялық объектісі болды. Осынау полигонның кемел инфрақұрылымы Курчатов қаласын, реакторлар кешенін, балапан сынақ алаңдарын, толып жатқан басқа да ұсақ тәжірибелік алаңдарды қамтиды. Зерттеулерді, ғылыми экспедицияларды профессор Атшыбаров басқарды. Радиацияның адамға ықпалының механизмі қазіргі кезде едәуір жақсы парықталған. Бұл орайда ең қауіптісі иондалатын радиацияның ықпалы гендік кодты дауасыз өзгерістерге соқтыруға мүмкін екендігі. 1949 жылғы алғашқы жер бетіндегі жарылыстан бастап Семей және Павлодар облыстарының радиациялық сәулеленудің ықпалына ұшыраған басқа аумақтардың тұрғындарының арасында сырқат санының ұдайы өсіп келе жатқаны байқалады. Бұлар өкпе мен сүт бездерінің рагы, лимфогемобластоз және басқа да қатерлі ісікті патологиялары. Жалпы алғанда рак ісігі сынақтар басталғалы бері 3 есе өскен. Семей полигонына жақын нақ сол аудандарда жетілуіндегі әртүрлі ауытқулар, тәндік және естік кемшіліктер әрқилы сәбилер дүниеге ерекше көп келеді. Мамандардың айтуынша, соны бәрі нақ қысқа мерзімді және қалдықты радиацияның кесірінен болатын генетикалық мутациямен байланыстырады. Мутагендік факторлардың, яғни 3 түрі белгілі: химиялық, физикалық және биологиялық. Осы факторлардың әсерінен мутация пайда болады. Мутация табиғи жағдайда кенеттен болатын немесе қолдан жасалатын генетикалық материалдың өзгеруі. Соның нәтижесінде ағзаның белгілері мен қасиеттері тұқым қуалайтын өзгергіштікке ұшырайды. Ғылымға мутация терминін 1901 жылы голланд ғалымы де Фрис енгізді. Генетикалық ақпараттың өзгеруіне байланысты мутацияның геномдық, хромосомалық, гендік немесе нүктелік деп аталатын түрлері белгілі. Біз бүгін Семей полигонында жарылыстан таралған иондалған радиацияның әсерінен пайда болған хромосомалық деңгейдегі мутацияны қарастыратын боламыз.